ер қанаты ат дейді. Темір тұлпарды сатып алар кезде неге мән берген жөн? Дұрыс көлікті қалай таңдау керек? Біздің бүгінгі кеңестеріміз сол жайында болмақ. Ол үшін бізге көліктің қыр-сырын бір кісідей меңгерген техника жөндеу орталығының арнайы маманы Бауыржанның көмегі қажет болады. Ғаламшарымызда шамамен 1 миллиардтан астам автокөлік бар көрінеді. Ал бұл есеп күннен күнге көбею үстінде. Аспан асты елінде көлік 12 жыл бойы жолда жүрсе, жарамсыз деп танылады. Себебі ескі техника жол көлік апатына соқтыруы мүмкін. Біздің елде өткен ғасырдың 90 жылдары шығарған автокөліктер саны басымырақ. Көлік сатып алар кезде жүріске ыңғайлы, сирек бұзылатын, мүмкіндігінше соғылмаған көлік іздейміз. Ескі көлік сатып аларда неге зер салған дұрыс? Бұл автокөлік кірікпегенде сразу менің байқағаным, бамперінде болды. Бамперінен кішкене зақым алған, бұл айтқанда. Или соғылған деген кішкене түртіп алған бір жерлерге. Трещина бұрын жасалған машина екені көрініп тұр. Жылы ескі болғаннан кейін машина осындай болады. Екінші байқағаным, алдыңғы әйнегінде де трещина бар. Әйнегін ауыстыру, мынаның жасауы бар. Бұл бамперді жасалу бір сатып алған адам 25 мың, 30 мың теңге кетеді өз қалтасына. Бұл машинадан енді моторын тексеру керек. Машинаңызды оталдырыңыз, тексеріп көрейік, дауысын естейік. Ақауларды айтып беремін. Оталдырып беремін. Бұл машинаға келетін болсақ, қазір моторының жұмыс істеуі таза. Особо қатты ештеңкесі бұлай тыңдалып тұрған жоқ. Екіншіден, капотты ашқанда белгілі болады мотордың оталғанынан. Машинаның сүйегінен бұлай айтқанда сүйегі ғой. Тегіс бүтін шерінен соғылмаған. Айтып кеткендей, мына бампері болмаса, мына яғынан ешқандай удар ештеңкесі жоқ. А моторының қазір істеп тұруы, ол таза істеп тұр мотор. Көліктің соғылған-соғылмағанын алдыңғы қосалқы бөлігінен қарап аңғарасыз. Майысқан не жалғанған темір қандай жағдайда да байқалып тұрады. Көлік қозғалтқышының жұмысы жақсы болса, 50%-ға сынақтан сәтті өтті дей беріңіз. Онан кейінгі жұмыс көлікті көтеріп астыңғы бөлігіне зер салу. Ал енді келетініміз мәселеміз мотордан, міне мотордың астынан прокладкіден май жіберген. Содан кейін міне мына сәлем блоктарға май түскен, мыналар жыртылды. Бұл айтқанда уже бұлар ауысады. Алған адам ең бірінші көретін міне осы сәлем блоктар, амортизаторы, машинаның бұл айтқанда амортизаторы, мына пыльниктар, міне шарвы бүйтіп қарап отырсаңыз, шарвыдан уже қазірдің өзі кеткен шарвы. Сыртында резиналар міне уже жыртылуға аз қалған. Машина ескі болғаннан кейін Неден мына рулевойға ең бірінші көңіл бөлесіздер. Жерде уже май жіберіп бастаған. Машина сатып аларда астынан көтеріп, мынау бұл айтқанда грузовой машина, джип. Бұның рамы тұрады. Рамысына көңіл бөлес, ішерінде қисық жер жоқ па, удар алмаған ба, бұл машинаның астынан бәрі таза. Негізгі бөлшегі зауыттан шыққан қалпында болса, қалған жерлерін ауыстыруға келеді екен. Бірақ шығыныңыз көлік бағасынан асып кетіп жүрмесін. Бұл амортизатор уже ауысу керек. Жерде мен ештеңке тұтпайық белгілі, уже мынаның бәрі міне кеуіп кеткен. Алардың бәрі уже ауысу керек. Алар міне жыртылған, айтқанда. Бұның бәрі өз орнымен ауысу керек. Міне қарап отырсаңыз, міне жерде міне жыртық. Жоқ, ойнап бір жағына қарай кетіп қалған. Міне, бір жағына қарай кетіп қалған. Резинасы бір жағында, темірі бір жағында тұр. Мынау амортизаторы, бұл да уже ағып кеткен. Бұл жұмыс істемейді бұлай. Бүгінде уже май тұсынан шығып кеткен. Жерде алған адам енді бұның бәрін ауыстыру керек болады. Кейде көлік жылы жаңа болғанымен ұзақ жол жүрген болуы мүмкін. Оғанда назар аударған жөн. Көлік қаншалықты ұзақ жүрсе, соншалықты қауіпті. Лезде істен шығатын болады. Бүгінгі кеңестер арқылы менде біраз жайтқа қанық болдым. Осы кеңестерге құлақ аса жүрейік, өйткені сіздің көлігіңіз алыс сапарға шыққандағы серігіңіз екендігін ұмытпаңыз.